Сәлем досым, жаңа шолуға қош келдің. Киноның атауын описаниядан көре аласың. Менің видеоларымды 93.8% адам арнаға жазылмай қарайды екен. Егер саған қиындық тудырмаса, арнама жазылып кетсең екен. Бұл каналдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осылай шолуларды үзбей, барынша уақытлы салып отыруға тырысамын. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Ал ендеше шолуымызды бастайық. Достар, бүгін сіздерге «Черное зеркало» атты сериал жайлы айтамын. Бұл сериалдың әр сериясы әртүрлі, бірақ та басты мақсаты технологияның адамдарға әсерін түсіндіру болып табылады. Басты рөлдегі Купер атты жігіт анасымен тұрып жатқан үйінен кетіп, әлемді аралауға аттанады. Ол анасынан келіп жатқан қоңырауға жауап бергісі келмейді. Себебі оның әкесі Альцгеймер ауруынан қайтыс болған. Осы жағдай оның өміріне ауыр тиіп, ұмыту үшін шетел аралауға шешім қабылдаған. Ол ұшақта ойын ойнап, артынша менің шолуларымды көріп отырады. Бірнеше айлар өткен соң, Купер көптеген елдерді аралап, ақырында Лондонға келеді. Онда Соня атты қызбен танысып, өз өмірі жайлы мәліметтермен бөліседі. Көптеген елдерді аралағанын және Лондон оның соңғы сапар екенін айтады. Келесі күні ол картасы арқылы ақшасын шешпек болады, бірақ та картасы құлтанып қалған екен. Осылай ол Соняға келіп, бірнеше уақыт үйінде тұра тұруды өтінеді. Купер қызға біртүрлі жұмыс деген қосымшаны көрсетеді. Бұл қосымшаны жеңіл-желпі жұмыстар табу үшін қолданған екен. Қосымшаны қарап отырып, жақын жерде атақты Сайтегемо атты компаниядан жұмыс шыққанын көреді. Бұл компания мықты техникалық ойындарды шығарумен айналысады екен. Соня жігітке бұл шынында мықты компания дейді. Жігітке, егер олардың технологияларын суретке түсіріп алсаң, одан да көп ақша табуға болады деп айтады. Осыны біліп жігіт жұмысты қабылдап, сонда барады. Ғимаратқа кіргенде оны Кетти атты ханым күтіп алып, ақ бөлмеге алып келеді. Бұл жерде ол компания құрастырған жаңа технологияны сынақтан өткізуі керек. Ол жігітке міндетті түрде телефонын сөндіруді және құжатқа қол қоюды сұрайды. Бірақ та құжаттың бір беті жоқ екен. Сондықтан Кетти барлығын түгелдеуге кетеді. Жігіттен міндетті түрде сөндіру керек деп сұрағанымен, ол телефонын қосып, технологияны түсіріп алады. Осылай суретті Соняға жібереді. Кетти қайта келгенде, құжаттарға қол қойғыздырып, жігіттің желкесіне чип енгізеді. Технология қосылып жатқанында, Купердің телефонына анасы хабарласып қалады. Кетти телефонын сөндіріп, жұмысты ары қарай жалғастырады. Купер сары шұнақты ұратты ойынды ойнайды. Бұл жерде 3D графикасы қолданылған екен. Жігіт бұл ойыннан қатты ләззат алады. Супер, отличная игра. Ты такой симпатяга. Жұмыс аяқталған соң Кетти жігіттен бұл технологияның бета-тестіне қатысуға қалай қарайсыз деп сұрайды. Оны компания басшысы Чолмен таныстырады. Ол жігітке жаңа технологияның қалай жұмыс жасайтынын айтады. Ол технология адамның миына анализ жасап, оның қатты қорқатын заттарын анықтайды. Купер бұл ұсыныспен келіседі. Осылай Кетти оны бір ғимаратқа алып келеді. Әкелген соң, сен бұл жерден өте қатты қорықпайынша шықпауың керек. Сондай жағдайға жеткен соң, стоп деп айтсаң, ойынды тоқтатамыз дейді. Кетер кезінде жігітке наушник береді. Тесттің уақыты келеді. Бұл технология Купердің ең қатты қорқыныштарын көрсете бастайды. Ең бірінші оның көзіне өрмекші көрінеді. Одан соң оның құлағына неше түрлі дауыстар естіле бастайды. Суреттер тіріліп, одан сайын жігітті қорқыта бастайды. Бір кезде оның алдынан бір адам шығады. Купер бұл ойынның қаншалықты шынайы екенін көріп тамсанады. Тамақтанатын бірдеңе іздеп, шкаптың есігін жапқанда алып әрі қорқынышты өрмекші пайда болады. Это здоровенный паук с человеческим лицом, из которого какие-то торчат. Бірнеше уақыт өткен соң, жігіттің наушнигі істен шығады. Одан соң Соня ғимараттың есігін қағады. Оның бұл жерде не істеп жүргенін жігіт түсінер емес. Қыз болса бұл ойынның өте қауіпті екенін айтады. Купер қызды ойынның бір бөлшегі деп санайды. Бірақ сәлден кейін қызды ұстай алатындығын байқайды. Бір уақытта қыз қолына пышақ алып жігітке жақындай бастайды. Жігіт артқа шегінгенінде, оның артынан алып өрмекші пайда болады. Осы кезде қыз жігіттің арқасына пышақ қадап, екеуі алысып кетеді. Жігіт қыздың терісін созып, соңында оның басын пышаққа қадап тастайды. Пышақ соғылған жері қатты ауырып айқайлайды. Бірақ көзін ашып қараса, қызда пышақ та жоқ екен. Вы сказали, я ничего не почувствую. Что вы видите? Что там такое? Блин! Бір кезде Купер Кеттидің даусын қайта естиді. Ол бұл ойынды тоқтату үшін өшіретін орынға баруын керек деп айтады. Купер ойланбастан сол жерді іздей бастайды. Бір кезде Кетти ешқандай да өшіретін орын жоқ екенін айтады. Ол тек қана жігіт ешқандай қарсылықсыз оның айтқанын орындайтындай қорықты ма, соны білгісі келген екен. Сосын ол жігітке өзіне және анасына қатысты сұрақтар қоя бастайды. Ал Купер болса өзінің шынданып бара жатқанын сезеді. Ол тіпті айнадағы өз бейнесінде танымайтын жағдайға жетеді. Ол айнаны сындырып, айна сынығымен желкесіндегі чипті алып тастағысы келеді. Осы уақытта бөлмеге Кетти және Шоу келіп, бұл технология оның санасына терең бойлап, оны жынды етіп жіберді. Енді біз оны тоқтата алмаймыз дейді.
Бір кезде бәрі де жоғалып, жігіт сол ақ бөлмеде оянады. Бұл жерде Шоу және Кетти отыр. Олардың айтуынша эксперименттің басталғанына тек қана 1 секунд болған екен. Шоу жігіттің көрген қиындығы үшін кешірім сұрап, ойынның осыншалықты қатты кетіп қалатынын білмедік дейді. Купер анасының үйіне қайтып оралады. Үйіне кірсе, анасы оны танымай тұр. Сөйтсе, ол да әкесі секілді Альцгеймер ауруымен ауырып қалған екен. Ол қайта-қайта Куперге хабарласуым керек деп номерін тери бастайды. Сөйтсе, Купер әлі ақ бөлмеде екен. Ол судырғы ұстап артынша қайтыс болады. Купердің телефоны шарылдап жатыр. Шоу бөлмеге кіріп не болғанын сұрайды. Кетти телефонның әсерінен технологияда кедергілер басталған болар дейді. Шоу осы жайлы мәліметтердің бәрін базаға енгіз деп айтады. Базаға енгізіп жатқанында сынақтың бар жоғы 0,4 секундқа ғана созылғанын және оның өлімі телефон қоңырауы арқылы болғанын білеміз. Осымен киноның соңы. Досым, басқа да бөлімдерін көргің келсе, астына сілтемелерін қалдырамын. Егер осы шоу саған ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі кездескенше.